Сен видео жүктейсің. Бірінші күні қаралым келеді, екінші күні қатты өседі, үшінші күні бәрі бір сәтте тоқтайды. Тура пышақпен кескендей. Қаралым жоқ, рекомендация жоқ. Сенің ойыңа бірден YouTube менің каналымды өлтірді деп ойлайсың. Алгоритм мен жек көре ма, каналым shadow ban жеді ма деген сұрақтар келеді. Бірақ қазір мен саған көп адамның байқамайтын нәрсесін көрсетемін. Өйткені көп жағдайда проблема YouTube-та емес. Проблема өзімізде болады. Қазір экранымның екіншісін ашып алайын сіздерге. Дәл өзім каналым бойынша көрсетемін. Проблема өзімізде болады. Және бүгін мен саған неге қаралым бірден тоқтайтынын, шортс неге ұзын видеоны өлтіретінін, қанша видеодан кейін канал өсетінін, қашан тоқтамау керек екенін бәрін көрсетемін. Соңына дейін қара, себебі соңында көп адам мүлде байқамайтын бір қатені айтамын. Сол қате каналды бірнеше ай артқа тастауы мүмкін. Бастамас бұрын, егер YouTube-тан ақша табу, канал өсіру, алгоритм, SEO сияқты нақты қолдануға болатын ақпарат қызық болса, каналымызға жазылып қой. Өйткені бұл жерде жай теория емес, өзім қолданып жүрген дүниелермен бөлісем. Ал енді бастайық. Ең бірінші сұрақ. Қаралым неге пышақ кескендей тоқтайды? Бұның бірнеше себебі бар. Бірақ оған дейін өзіңе бір сұрақ қой. Каналың жаңа ма? Бұл өте маңызды. Өйткені көптеген адам мына нәрсені түсінбейді. YouTube жаңа каналдарды тесттен өткізеді. Мысалы, сенде 30 жазылушы бар, немесе 50, немесе каналды кеше ғана аштың. YouTube сенің видеоңды алып 1000 адамға, 2000 адамға, 5000 адамға, тіпті одан да көп адамға көрсете алады. Осы жерде көп адам қуанып кетеді. Болды, каналым жарылды. Бірақ бірнеше күннен кейін бәрі төмен түседі. Сосын бітті, YouTube мені өлтірді деп ойлайды. Жоқ, бұл тест. YouTube тек аудитория іздеп жатыр. Мысалы, сен дүкен аштың деп елестет. Бірінші күні адамдарды ішке кіргізіп көресің. Егер адамдар кірсе, қараса, ұнатса, ұзақ отырса, онда көбірек адам шақырасың. YouTube-та дәл солай жұмыс істейді. Енді осы жерде өте бір маңызды нәрсе бар. Көп адам алгоритм кінәлі дейді. Бірақ алгоритмге дейін бір нәрсені тексеру керек. YouTube студионы аш, аналитикаңа кір. Міне аналитиканы ашамыз қазір. Аналитиканың ішінде бірінші экранда көресіздер мынау. Ізлеме сүресі сағат деп тұр. Мына жерде сағаты және көрінтілеме. Осы нәрсе жоғары ма? Яғни жоғары болып тұрса, бұл өте маңызды. Егер көрсетілім көп болса, YouTube өзі жұмысын жасап жатыр. Демек, проблема басқа жерде. Мүмкін обложкаң әлсіз болуы мүмкін, тақырыптарың қызық емес болуы мүмкін, адамдар баспай жатуы мүмкін. Ал егер адамдар басса, бірақ бірден шығып кетсе, тағы бір проблема бар. Сенің хукың әлсіз. Айтпақшы, осындай нақты YouTube анализ видеолар керек болса, қазір лайк басып кет. Сонда мен сендердің қызығушылықтарыңды көремін де, осындай видеоларды көбейтемін каналда. Енді өте қызық нәрсеге келейік. Неге шортс қаралады да ұзын видео қаралмайды? Бұл жерде адамдардың көбісі бірдей қателеседі. Мысалы, шортста мысық, күлкілі видео салады да, сосын өзі ұзын видеода басқа ойын немесе білім туралы айтып кетеді. Сонда YouTube не ойлайды? Бұл канал нақты не туралы өзі? Яғни, ал ең қауіпті қатені айтам. Көп адам дәл осы жерде каналды өзі өлтіреді. Бірақ бұл жерде адамдардың тағы бір үлкен қателігі бар. Олар мен шортс арқылы жазылушы жинаймын, кейін ұзын видео саламын деп ойлайды. Яғни, шортс арқылы подписчик тартып алып, кейіннен ұзын видеоларымды көрсетемін деп ойлайды. Басында бұл өте жақсы идея сияқты көрінеді, бірақ іс жүзінде көбінесе керісінше болады. Мысалы, сен күніне 5-10 шортс саласың. Бір айдан кейін 1000-2000 жазылушы жиналды делік. Сен қуанып кетесің. Болды, енді ұзын видео салам, сосын ұзын видео шығарасың. Нәтижесі 50-70, максимум 100 қаралым. Сосын бірден YouTube мені өлтірді деп ойлайсың. Бірақ мәселе басқа жерде. Сен жинаған аудиторияң ұзын видео үшін келген жоқ. Олар жылдам, қысқа, бірнеше секундтық контент үшін келген. Ал сен оларға 10-15 минуттық видео ұсынып отырсың. Бұл ресторан сияқты. Адам бургер жерге кірді, ал сен оған міне қазір саған палау берем деп тұрсың. Палау жаман болғандықтан емес, адам басқа нәрсе үшін келген. Сол үшін егер сенің негізгі бағытың ұзын видео болса, шортс көмекші құрал болуы керек. Негізгі құрал емес. Мысалы, мен ұзын видеодан 20-30 секундтық қызықты үзінділерін кесіп салып, сосын шортс ретінде салып оны, сонда адам толық нұсқасы қайда деп ұзын видеоға өтеді. Міне ең дұрыс әдісі осы. Ал енді келесі өте қауіпті қателік, көп адам кездейсоқ хэштегтерді қолданады. Сипаттаманы толтырып тастайды. Тегтерге, хэштегтерге. Мысалы, тамақ видеосына хэштегті жазады, тамақ хэштегті жазады, шортс хэштегті жазады, тренд, иә. Решетканы жазып жанына қойып тастайды. Бәрін жазып тастайды. Немесе ойын видеосына деген сияқты рекомендация, YouTube Shorts, Long видео деген сияқты решеткамен тағы нәрселерді қосып тастайды. Сұрақ, неге? YouTube робот емес деп ойлаймыз, бірақ шын мәнінде ол толық дерекпен жұмыс істейтін жүйе. Сен оған мынау футбол туралы видео дейсің, ал хэштегпен жоқ, бұл рекомендацияның видеосы. Яғни вирусный видео деп тұрсың. Тақырыппен басқа нәрсе айтасың, сипаттамамен басқа нәрсе айтасың. Сонда YouTube шатасады. Мысалы, мен бір футбол каналымын делік,
бірақ YouTube мені волейбол көретін адамдарға ұсынды. Не болады? Адамдар кіреді, 2 секунд көреді, шығып кетеді. Тағы біреу кіреді, тағы шығып кетеді. Сосын YouTube бұл видео қызық емес екен деп ойлайды. Ал проблема контентте емес еді. Проблема аудиторияда еді. Айтпақшы, осы жерге дейін қарап отырған болсаң, комментарийға ұзын видео деп жазып кет. Кімнің осы жерге дейін қарағанын көрейік. Енді ең көп қойылатын сұрақ, қанша видеодан кейін канал өседі? Шынын айтсам, бұл сұрақтың нақты жауабы жоқ. Ешкім айта алмайды өйтіп. 23 видео салсаң өсесің, немесе 57 видеодан кейін жарыласың деп айта алмайды. Бұл лотерея емес. Бір адам 5 видео салады, бірақ сол 5 видеоның бәрі күшті болады. Адамдар соңына дейін қарайды, комментарий жазайды, лайк басады, басқа видеоларына өтіп көреді, каналды өсіп тастайды. Ал басқа біреу 100 видео салады. Ал бірақ тақырыптары әлсіз, обложка әлсіз, аудитория дұрыс емес, видео адамдары қалмайды. Сонда 100 видео да көмектеспейді. Сондықтан мәселе қанша видео дегенде емес, мәселе видео қандай нәтиже береді дегенде. Мысалы, сен YouTube'қа жаңа дүкен аштың деп елестет, 100 адам кірді, бірақ ешкім ештеңе сатып алмады. Келесі күн тағы 100 адам келді, тағы ештеңе болмады. Бір ай өтті, ештеңе өзгермеді. Ал енді басқа жағдай. 20 адам келді, бірақ адамдар ұзақ қалды, қызық болды, қайта келді, достарына айтты. Не болады? Дүкен өсе бастайды. YouTube'да дәл осылай. Сол үшін мен 30 видео салдым, мен 50 видео салдым деп санауды қой. Оның орнына мынаны сана. Қай видео жақсы кетті? Не үшін жақсы кетті? Адамдар қай жерде шығып кетті? Міне осы маңызды. Тағы бір нәрсе, көп адам тым ерте тоқтап қалады. Бұл ең өкінішті жер. Кейбір адамдар 10 видео салады, болмады, тастап кетеді. Біреулер 20 видео салады, болмады, тоқтайды. Ал қызығы, кейде адамдардың өсуі дәл келесі видеода тұрады. Тура келесі видеода. Бірақ олар оған жетпей кетеді. Мен көптеген каналдарды көрдім, бірнеше ай ештеңе болмайды, кейін бір видео от болып жарылады. Содан кейін екінші видео, үшінші видео тағы өседі. Адамдар сыртынан қарап, о, жолы болды дейді. Жоқ, бұл жол емес. Бұл бірнеше айлық жұмыстың нәтижесі. Егер сенде қаралым аз болса, жазылушы аз болса, мотивация түсіп кетсе, мына нәрсені ұмытпа. Сен қазір тек видео салып жүрген жоқсың. Сен YouTube'қа міне, мен кіммін деп көрсетіп жатырсың. Ал YouTube түсіндім деп аудитория іздеп жатыр. Сол үшін тоқтама. Бірақ жай ғана видео сала берме, анализ жаса, үйрен, түзет, қайта жаса. Егер видео пайдалы болса, лайк басып кет. Пікірге қазір менде қанша видео бар деп жазып кет. Қарап шығамын. Мүмкін келесі видеоларда сендердің каналдарыңды талдайтын шығармын. Ал YouTube алгоритм қаралым, өсіру және монетизация туралы осындай нақты контенттер керек болса, каналға жазылып қой. Келесі видеода кездескенше, Мәке блог YouTube'да дамудың жолын көрсететін арна.